Жын шайтандардың жақсы көретін үйлерін білесіз бе? Ол мыналар: үйге келген кезде Алланың атын атамай кірген үй. Яғни үйге бисмилляны айтпай кірсеңіз, үйге жындар мекендейді. Сондықтан да үйге кірген кезде есікті ашқан бетте бисмилля деп, оң аяқпен кіріп, үйге ассаламу алейкум деп кіріңіз. Сол кезде жын шайтандар бірге кіре алмайды. Одан кейін үнемі өсек айтылатын үйде жын шайтандар мекендейді. Өйткені өсек айту ол үлкен ауыр күнәлардың қатарынан өсекші жәннатқа кірмейді деген. Және де бір-бірлеріңді ғайбат тамаңдар деп Алла тағала Құранда тыйған. Сондықтан да үнемі үйде өсек айтпайық, одан көрі Алла тағаланы ұлықтайық. Одан кейін жиналмаған төсек. Кейбір үйлерде білесіздер, таңертең тұра салысымен апыл-ғұпыл киінеді да төсегін жинамай жұмысқа кетіп қалады. Сол төсекке кешке жақын қақпай сілкімей қайтадан сол төсекке жатады. Білесіз ба, жиналмаған төсекке жындар мекендеп, сол жерге жын шайтандар жататын болады. Сондықтан да таңертең тұра салысымен төсегіңізді жинауды әдетке айналдырыңыз. Одан кейін үнемі арақ ішілетін үйді жын шайтандар мекендейді. Кейбірлері болуы мүмкін, ішпесек те әйтеуір тұр ғой дейді. Тұрғанның өзінде ол үйге періштелер кірмейді, ол жерде жын шайтандар мекендейтін болады. Сондықтан да үйге мүлдем арақ атауларын жолатпаңыз. Одан кейін үнемі шашылып жататын үй. Кейбір үйлерге барсаңыз, нан қоқымдары шашылып, өрмекшінің торлары, одан кейін жуылмаған ыдыс-аяқтар жатады. Бұлардың барлығы жын шайтандар мекендейтін үй. Ол үйде береке болмайды, одан кейін ұрыс көп болады. Сондықтан да үйімізді таза ұстайық, Алланы ұлықтайық, ғайбат айтпайық, және де үнемі Құран оқып отырайық. Сол кезде үйіміз берекеге толы болады.